мінекей еліміздің көптеген жерлерінде қар жауып аяз болып жатыр, нағыз қыс енді келген сияқты. Қыс демекші мына дорама есіме түседі, ол әрине қысқы соната деп аталады. Бұл дораманы көбінесе 30+тегілер білетін шығар, дегенмен де дораманы көрмегендер мына әнді точно білу керек. Бұл 2002 жылы шыққан, осыдан 23 жыл бұрын шыққан дорама. Қателеспесем, ел арна телеарнасынан кезінде көрсетті. Біздің балалық шағымыз кезінде, кішкентай кезімізде, сондықтан да менің жасымдағылардың есінде бар шығар бұл. Дорама не туралы? Мұнда бас кейіпкер анасының туған жеріне келеді, әкесін іздеу үшін. Сонымен ол жаңа мектепке келеді, сол жерден жаңа сыныптастармен танысады. Әсіресе бір қыз бен жігітпен танысады. Сондағы қыз осы жігітпен достасуға тырысады, ал ол кішкене суыққанды, өйткені оның бар қалауы әкесін табу. Сонымен осы қызбен дос болады, жаңағы жігітпен де дос болады. Сонымен қыз екеуінің достығы әрі қарай махаббатқа ұласады, үлкен махаббат болады, бір-біріне ғашық болады. Алайда жаңа жыл қарсаңында жігіт жол апатына ұшырап қайтыс болады. Сонымен 10 жылдай уақыт өтеді. Жаңағы қыз өзінің досына тұрмысқа шыққалы жатады. Оны сүймесе де, оның бар қалауы бұрынғы сол жол апатында қайтыс болған жігіт. Сонымен бір сыныптасы еді, құрбысы еді, сол өзінің жігітімен таныстырады, ал ол жігіт сол бұрынғы қайтыс болған жігіттен аумайды. Әрі қарай қалай болғаны кімнің есінде? Осындай қысқы соната деп аталған дорама болған еді. Орысшасы зимняя соната, өте бір культовый дорамалардың бірі, көпшілік жақсы көретін дорама, кәрістердің өздері жақсы көретін дорама. Бұл дорама кімнің есінде? Ностальгияға толы дорама. Сол кезде көргендерден пікір күтемін, комментарий күтемін. Кімнің есінде? Жазып жіберіңіздер комментарий.